Баршаңызға қайырлы кеш достар, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздерге өте дәмді картошка деп аталатын пирожныйдың рецептісін ұсынамын. Пирожныйлар өте жұп-жұмсақ болып шығады, салқындай жеуге кеңес беремін. Қалай жасалу жолын білгіңіз келсе, онда видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге керекті ингредиенттер дәл осы видеода көрсетілген: ұн 150 грамм, қант 150 граммда немесе сахарная пудра қолдансаңыздар да болады. Какао бізге 30 граммдай қажет болады. Бұл сармай бізде кремге қосатын сармай. Бұл жерде 180 грамм. Сонымен қатар қамырға бөлек қосамыз, оған 50 грамм қажет болады. Сгущенка бізге 170 граммдай қажет болады. Мен Три желанияның сгущенкасын алып көрдім, алғаныма өкінбеймін. Және 4 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді бір-біріне араластырып алатын боламыз, және барлығын сеткадан өткіземіз. Ол бізде ұн, какао және шымшым тұз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді 4 жұмыртқаны шұңғыл ыдысқа жарып салатын боламыз. Жұмыртқаларымызды миксердің көмегімен аппақ түске айналғанша миксерлейміз. Және қантымызды кезек-кезек салып отырамыз. Барлығын бірден салмаймыз. Сары жұмыртқаларымыз бізде аппақ түске айналды. Бұл дегеніміз біздің бисквитіміз жақсы көтеріліп, әрі дәмді болып шығады. Алдын ала араластырып алған құрғақ ингредиенттерді қосатын боламыз. Араластырғанда астыдан үстіге қарай араластыратын боламыз, яғни массасын жоғалтып алмас үшін. Құрғақ ингредиенттерді мен екіге бөліп салдым. Алдын ала ерітіліп алған 50 грамм сармайымызды қосамыз. Сармайдың орнына сұйық қосуға да болады, бірақ сармаймен өте дәмді болып шығады. Пергамент бумагасының үстіне біздің дайын болған қамырларымызды біркелкі қылып жаятын боламыз. Қамырымызды арнайы формада жасауға да болады, бірақ ол кезде пісіретін уақыт өзгереді. Шпательдің көмегімен қамырымызды барлық осы пергамент бумагасының үстіне түзулеп жағып шығыңыздар. Сол кезде біздің бисквитіміз біркелкі болып пісетін болады. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Дайын болды. Енді пергамент бумагасын алатын боламыз. Бисквитті бөлме температурасында суытатын боламыз. Бисквиттерімізді дәл осылай бөліп алатын боламыз. Қазір барлығын ұсақтайтын боламыз.
Суыған бисквитті блендердің көмегімен ұнтақтайтын боламыз. Осындай бір келкі болу керек. Енді крем дайындаймыз. Крем дайындау үшін бізге 180 грамм сары май қажет болады. Сары майға мән берсеңіздер болады. 82%-дан жоғарғысын алған дұрыс. Аппақ түске айналғанша миксерлейтін боламыз. Сары майдың үстіне сгущенкамызды салатын боламыз. Ванильный сахар немесе ванилиннің өзін қосуға да болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне осымен біздің креміміз дайын. Осы кремнің үстіне біздің ұнтақтап алған алдын ала бисквитімізді салып араластыратын боламыз. Енді әрқайсысын бір ас қасық немесе 70 граммға бөліп пирожныйлардың формасын жасайтын боламыз. Шпательдің көмегімен сөйлейтін боламын. Менде 11 пирожный шықты. Барлығын осындай формада жасайтын болсаңыздар, пирожныйларыңыз әдемі әрі бір келкі болып шығады. Енді осы пирожныйларды 1 сағатқа морозильникке қалдырамыз. Минимум 1 сағатқа. Пирожныйлардың сыртына мен глазур жасайтын боламын. Ол үшін бізге 200 грамм немесе 180 граммдай шоколад қажет болады. Шоколадты водяная баняда ерітіп алатын боламын. Және оның үстіне 20 грамм сұйық май қосатын боламын. Және барлығын жақсылап араластырам. Ақ шоколадты мен сәндік ретінде қолданатын боламын. Ол үшін 1 стакан ыстық суға салып қоятын боламын. Енді осындай ағаш таяқша қажет болады. Ағаш таяқшаның көмегімен жартылай ғана салатын боламын. Және шоколадқа салып, осындай әдемі глазур жасайтын боламын. Жарты немесе 1 минуттай ұстаймыз. Біздің шоколад еріді. Осындай болып шықты. Енді осыны қазір бетіне жағып шығатын боламыз. Міне достар, біздің рецепт осымен аяқталды. Пирожныйлар өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Егер сіз менің каналымда алғаш рет болсаңыз, онда міндетті түрде каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сол кезде алдағы уақытта жаңа шыққан видеолардың барлығын бірінші болып көретін боласыз. Егер де бұрын осы рецепт жасаған жағдайда, міндетті түрде комментарийға өз рецептіңізбен бөлісіңіз. Сіздермен болған арайлым. Рецепт ұнаса, сіздерден лайк күтемін.